Аузу биллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран оқу 90-шы Әл-Бәләд сүресі. Әл-Бәләд деген арабшадан аударғанда мағынасы қала деген мағына береді. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Мына қалаға қасиетті Меккеге серді. Аузу биллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла уқсиму бихазал балад. Уа елшім, сен осы қаланың қасиетті болуына мол үлес қосқан тұрғынысың. Ва анта хиллум бихазал балад. Сондай қадірлі әке Ибрахим мен қадірлі перзентке, яғни Ибрахимнің ұрпағы Мұхаммедке серт. Ва валидин ва ма валад. Шын мәнде біз адамзатты машақат пен сынаққа толы өмірге жолдадық. Түсініктеме: адам баласы бұл дүниеге ішіп жеп, сауық сайран қуып, рахатқа батсын деп жіберілмеген. Ана құрсағына түскен бір тамшы судан жаралып, 9 айда дүниеге келуі, балалық жастық шақтардан өтіп, егде тартуы, қысқасы өліміне дейінгі бүкіл өмірі түрлі машақат пен ауыртпалықтарға толы болары анық. Дүниеге келіп ешбір қиындық көрмей өтетін бірде-бір пенде жоқ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лақад халақнал инсана мин кабад. Адам баласы өзіне ешкімнің күші, құдіреті жетпейді деп ойлай ма? Аяхсабу алла яқдир алейхи ахад. Мен қисапсыз мал дүние тұтындым деп мақтанады. Яқулу ахлакту малал лубада. Әлде ол өзін ешкім көрмей тұр деп ойлай ма? Аяхсабу аллам яраху ахад. Біз оған көрсін деп екі бірдей көз бермедік пе? Әлам наджаллаху айнайн. Сөйлесін деп бір тіл қос ерін бермедік пе? Валисана ва шафатайн. Сондай-ақ оған жақсысын ұстанып жаманын тәрк етсін деп екі жол көрсетпедік пе? Вахадайнахун надждайн. Алайда ол қиын белестен асу үшін қайрат жұмсамайды. Фалақтамахал ақаба. Қиын белестің не екенін білесің бе? Вама адрака мал ақаба. Қиын белес бір құлды немесе тұтқынды азат етіп бостандыққа қауыштыру. Факку рақаба. Яки қиын қыстау шақтарда ас ауқат беріп тойдыру. Ау ит'аму фи яумин зи масғаба. Туыстығы бар жетімді. Ятима за мақараба. Немесе топырақты, төсеніш, аспанды жамылғы еткен үйсіз күйсіз қам көңіл пақыр міскінді тойдыру. Ау мискинан за матраба. Содан соң шынайы түрде иман келтіріп, бірін-бірі сабырлы болуға және мейірімді болуға шақырып, игі кеңес беретіндерден болу. Сумма кана миналлазина аману ва тавассау бис-сабри ва тавассау бил-мархама. Міне солар амал дәптерлері оң жағынан берілетін бақытты жандар. Улаика асхабул маймана. Ал аяттарымызға сенбейтіндер болса, олар амал дәптерлері сол жағынан берілетін бейбақтар. Валлазина кафару би аятина хум асхабул машама. Олардың жазасы өздерін толықтай орап алатын жалын атқан отта жану болады. Алейхим нарум муқсада. Келесі Аш-Шамс сүресі. Аш-Шамс деген күн деген ма?
күн деген мағына береді. Күнге және оның жарық шуағына серт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уаш-шамси уад-духаха. Оған ілесіп сәуле шашқан айға серт. Уал-қамари иза талаха. Оны паш етіп көрсететін күндізге серт. Уан-нахари иза джаллаха. Оны бүркеп жасыратын түнге серт. Уал-лайли иза яғшаха. Аспанға және оны теңдессіз жүйеге келтіріп тірексіз тұрғызғанға серт. Уас-самаи ва ма банаха. Жерге және оны масаты кілемдей жайып төсегенге серт. Уал-арды ва ма тахаха. Уал-арды ва ма тахаха. Әр нәпсіге және оны жаратылыстың мәні мен мақсатын ұғынып, соны жүзеге асыра алатындай қабілетті етіп жүйеге салғанға серт. Уанаффаси ва ма сауаха. Содан соң күнәнің жолдарын әрі одан сақтану, арылу жолдарын оның көкейіне салып білдіргенге серт. Фәәлхамаха фуджураха ва тақваха. Сол нәпсін тәкаппарлық пен Аллаға қарсы келу дертінен арылтқандар Алланың ауыр азабынан құтылып мұратына жетеді. Қад әфләха ман заккаха. Ал нәпсісін тәкаппарлық пен күнә батпағына батырып бүлдіргендер адыра қалады. Ва қад хаба ман дассаха. Сәмуд қауымы шектен шыққан қыңырлықтарымен, иләһи ақиқаттармен өздеріне жіберілген пайғамбарға сенбеді. Кәззәбәт самуду битағуаха. Ақыры өзгелердің айдып салуымен араларындағы ең қаныпезер жауыз суырылып алға шықты. Изин бәғәсі әшіқаха. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Изин бәғәсі әшіқаха. Алланың елшісі Салих пайғамбар оларға Алланың мұғжиза ретінде жіберген інгеніне тимеңдер және оның су ішетін кезегін бұзбай тиісінше сақтаңдар деп ескертті. Фақала лахум расулуллахи нақаталлахи ва суқияха. Бірақ олар пайғамбарды өтірікші санап інгенді аяусыз бауыздап өлтірді. Нәтижеде Раббылары істеген күнәлары үшін бастарына келтірген азаппен олардың бәрін бірдей жермен жексен етті. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ал Аллах Тағала істеген ісінің ақырынан әлбетте қорықпайды, өйткені оның істерінде зәрредей де әділетсіздік болмайды, әрі ол бірде-бір ісі үшін жауапқа тартылмайды. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. 92-ші Әл-Ләйл сүресі. Әл-Ләйл деген түн деген мағына береді. 30-ші парақ қай жерде екен? Аш-Шарқ дейді. Әлі екі сүре бар екен. Осы жермен тоқтайық.